Жақында бір кісі келді мешітке. Дем салып беріңізші дейді да. Сонда отырдық, сәл әңгімелестік. 600 миллион теңге үй соқтым дейді. 600 миллион теңге үй соғу оңай емес қой. 57 миллион теңгеге көлік алдым дейді. Өзіме. Балама 45 миллион теңгеге келін байын алдым дейді. Үшінші балама 31 нәрсе миллион теңгеге мәселе салып бердім дейді. Бірақ білесіз ба дейді да. Әкеміздің жасты кісі ғой. Бұның барлығы қызық емес. Неге көге десем, 24 күн болды давлениям 180-нен соққан жоқ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тағала сондай бір екі нығмет беріп қойды дейді. Адамзат оның қадіріне жетпейді. Оның біреуі денсаулық, біреуі уақыт деді.